Қош көрдік. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз. Жігітай мырза, біздің шақыртуымызды қабыл алғаныңызға рахмет. Шоқан подкастына қош келдіңіз. Рахмет үлкен. Сіздерге де көп рахмет шақыртуларыңызға. Өзіңіз жайлы тапсырып өтсеңіз оқырмандарға. Менің есімім Диас. Қала бойынша Жігітай деп танылған. Қалада 4 жыл болып тұрғаныма. Негізі Самалкөл тұрғанымын. Солтүстік Қазақстан облысынан туылмасы болып саналады. Қазір немен айналысып жүрсіз? Қазіргі таңда блогерствомен чисто өзімді жүргіземін. Онымен осы оқуымда оқып жатырмын 4-ші курс. Мергер сынағы бойынша Көкшетау жоғары медициналық колледжінде. Оған қоса сол тойлар сферасында жүремін. Сосын блог жүргіземін, өзімді дамытып жатырмын, басқа. Осы блог саласына қалай келдіңіз? Блог саласына қателеспесем январьдың 28 күні ең бірінші блогым салынды. Яғни де бұрында мен қызық жүремін сол блогерларға қарап, неліктен маған да сонда әрекет жасамасқа деп өзімді блогерлік сериясында көрейін деп әрекет бастап істеген болатым. Кезеңдерде қандай жетістігіңізді ерекше атап өтер едіңіз? Блогерлік кезде ме? Иә. Ой, қай еске түсірейік? Байқағанымша сіз жыл үздік жастар ресурсы орталығымен байқағаным бойынша парақшасында жыл үздік блогер ба? Жоқ, ол МРТ-мен әлде оған бөлек тағы жылдың үздік. Жылдың үздік, сол. 2024 жылдың үздігі болды. Ал блогерліктен жыл бірдемесі болды, есімде жоқ. Бірақ статуэтка алдым. Осы шығармашылық жұмысқа шапты мотивацияны қайдан аласыз? Мотивацияны именно жаңағы осы блогты түсіруге ме? Мотивация бірінші әрине де оқырмандар жаңағы мотивация береді, реакция қалдырады, ұнайды деп жатқан тараптарын білдіреді. Жаңағы қала бойынша таныласың, тек қана қала емес, маған өте көп үлкен мотивация берген жер ол ең бірінші фотоға түскен кез өте қатты ұнады. Ол қазір өз ауылымда болды сол. Содан кейін жүре вообще күшті тоқтамаймын деп бастап кеттім. Сосын нәтижесін әкеле бастағасын, көре бастадым, қала таныла бастағасын, фотоға түсе бастады. Сосын ол вообще мотивация береді. Енді қиын сәттерде өзіңізді қалай жігерлендіресіз? Қандай моментте? Мысалы, байқағанымша TikTok желісінде сізге хейт болса ма? Хейттер. Ең бірінші менің хейтім жаңағы клип түсіргенде ғой. Иә, мелодрама клипін түсірдім, сонда өте хейт келіп кетті. Жалпы ол әннің қалай жазылуы есімде өзі. Түнде жатар алдым, сол клип түсіргім келді. Сосын запись жазуға бардым. Сразу келесі күні әнді жаздым да, 2 күнде дайын болып, бітті, сосын алдым да түсіре салдым. Сразу идея даже на ходу болды, сразу бәрін түсірдік. Бітті, салғаннан кейін хейт кетті Қазақстан бойынша. Негізі хейт кеткенде басында бір түрлі болдым. Сосын қасымдағы достарым өте үлкен поддержка берді. Жаңағы группаластарым вообще мән берме деп. Сосын блогер достар шықты Астана қаласынан. Хейт, ол наоборот хорошо деді. Ол наоборот онымен де көтерілесің, ол наоборот өсіреді деді. Сосын жақсы дедім. Бір күн құрадым, содан кейін нормально жүрдім. Сосын вообще бұған мән берген жоқ. Түсіре бердім. Қазір жоқ. Шүкір, нәтижесі басқаша. Оқырмандар ойбасып, вообще мотивация береді, өздері жазып, ұнайды, бітті. Керемет. Енді өзіңіз қалап түстіңіз ғой медицина саласына. Өткенге оралсаңыз, өзіңізге қандай кеңес берер едіңіз? Медицина саласына негізі ата-анам айтты, түскің келе ме деп. Мысалы, медик өзіне реті көресің ме деп. Мен, неліктен ұнайды деген сияқты медицина саласына тапсырғым келді. Бірақ мен негізі 9 сыныптарына актерлікке түскім келді, музыкантқа. Сосын жаңағы медицинаға егер түспесем, онда Ақансерге кетем дедім. Қаладағы Ақансер бар ғой. Соған кетем деп шешкен едім. Бірақ бұйырған медколледж болды. Медициналық колледжге түстім. Сөйтіп қалдым. Ешқашан өкінбеймін түскеніме себепқа. Ешқандай өкінішіліктер де жоқ. Маңдай да қалай жазылған. Сол әрекеттен келген ғой. Иә. Соңғы жылдары алған ең маңызды сабағыңыз қандай? Мысалы, TikTok'тарда көп түседі ғой андай. Жаңағы мотивационный речьтер түседі.
оған қоса танымал олжасханды білетін шығарсыздар. Иә? Иә. Сол кісімен біз жаңағы инстаграм желісімен бір байланысқа шыққан болатынбыз. Сол байланыста ол осы әдеттен қалма деді. Жалпы вот осылай айтты, ешкімнің ойларымен жүрме деді. Жалпы өзің жүрегі не қалайды, соны жаса деді, бітті. Осы сізді маған в общем өмірге сабақ берді. Жалпы басқа адамның ойын ойламай, мысалы көбісі қазір ойлайды да андай, блин, мынау кім не дейді екен, мынау не дейді екен, үйдегілер неге ойлайды екен сияқты. Онда ойламау керек, өзіңнің жүрегіңе не ұнайды, сол әрекеттер жасау керек деп ойлаймын. қателескен кезіңіз болды ма осы? Бір блогерліктен қате видео түсіріп қалып, не болмаса, білмеймін, бұлай жасамау керек екен ғой деген секілді. Ондай болмады ма? Ондай болған жоқ өзім. Типа, осы видеоны түсіріп қойдым, удалить етіп таста деген темалар ма? Иә. Болды бір рет мұғалім түсірген ғой, құттықтауын. Ол құттықтауы көп просмотр алып қойды, содан кейін жаңағы колледж тараптамасы сол видеоны өшіруге талап етті. Бітті. Біз подарок сыйлағанбыз ғой. Енді парақшаңызды медицина саласында дамытуды қалай ойыңызда бар ма? Медицина саласында бойынша ақпараттар беру, немесе осы тек шығармашылық бағытта ән, пранк, тренд. Жалпы менде негізі қазіргі контент араласқан ғой, андай. Иә. Бәрі араласып, медицина да бар ішінде, жаңағы шығармашылық тараптарда ішінде бәрі араласып тұр. Бірақ медицина жолын жалғастырасыз ба деп тұрсыз? Тек медицина саласында ақпараттарды беріп? Жоқ, ондай болмайды. Типа, сіз айтып тұрсыз, мен өз аккаунтымды тек қана медицина тарапына ауыстырып кетіп ба, әлде? Тек медицина өзіңіздің мамандығыңыз бойынша алып кетеді блогтан, жоқ. Менде чисто my life қой, короче, моя жизнь аралас болады. Жаңадан блог бастаушыларға не айтар едіңіз? Жалпы не айтар едім, тоқтамасын. Бір бастаған нәрсені аяғына дейін жеткізу. Мысалы да айтады ғой, мысалы түйінімізге, мысалы миымызға қандай бір арман немесе де мақсат келеді, оны міндетті түрде жеткізу керек деген ойдамын. Жаңағыда Алла тағала айтады ғой, сіздерге миларыңызға жаңағыдай жайдан жай бір мақсатты бермейін деген сияқты да. Значит, соған өзінде болашаққа қадамдарын жасап, әрекетіңізбен сол мақсатына жетесің деген ойдамын. Қандай жобаларға көңіл бөліп жүрсіз? Магазин цветок, бастысы. Сосын Q4 тұлпар автосалонында қазір. Сосын үшінші проектім, әлі проект емес ол, но былай қосалқы отыр, сушидай дейтін. Солармен болдым байланыста. Сосын балапаркқа проект бола жаздады, бірақ болған жоқ. Болды, мен қатты өзім андай реклама іздемеймін. Маған өздері шығып, бітті. Уақытыңызды тиімді ұйымдастырудың өз әдісі бар ма? Уақытым, менде календарда өз графигім болады, сосын заметкаға цель обязательно, и план на неделю. Апта бойынша, аптама полный не істейтінімді жазып қоямын заранее. Сосын уақыты мен белгілі, маған жаңағы уақытылы бару деген дұрыс деп ойлаймын. По полочкам өтемін, форс-мажор болған кезде болса, сондай ойшы, по времени. Енді кітап оқуға уақытыңыз табыла ма? Кітап оқуға жоқ. Қызықпайсыз? Кітап оқуға жоқ, қызықпаймын. Оған уақытым жоқ өте кітап оқуға. Енді медицина саласын жаңағы жалықтырған жоқ па сізді, мүлдем? Медицина саласы ма? Шаршатып, кейбір стресс, депрессияға түсіп кету? Жоқ, вообще болған жоқ ондай. Ондай болмайды деп ойлаймын. Алдағы уақытта сіз 4-ші курс бітіргеннен кейін медицина саласына түсесіз бе, жоғарғы оқу орнына? Иә, қаласа, жоғарғы оқу орнына. Керемет. Оқу мен блог жүргізуді қалай қатар алып жүрсіз? Оқу мен блог жүргізуді осы сұрақты көп қояды. Жаңағы қалай үлгеріп жатсың деген сияқты. Жалпы уақыт табуға, ой нәрсеге уақыт табуға болады, просто жаңағы подходтар тапсам болды. Сабаққа барам, сабақта түсірем. Бір уақыт болса, арасында монтажда қойым, уақыт болмаса түнде монтаждаймын. Бітті, сөйтіп табам. Өзіңіз бәрі монтаждап, өзім монтаждаймын, өзім монтаждаймын. Біреуге монтаждаймын, просто түсінбейді. Медицинада сіз үшін ең есте қалған сәт қандай? Медицинада ма? Именно қандайдан? Жаңағы вау дейтін, или шоковое состояние? Шок состояние?
кез келген бәрін айтсаңыз да болады. Мхм. Қызықты сәттер. Ең бірінші жаңағы ауыр адамдарды көрген кезде, когда айтуға болмайды негізі, бірақ бүйтіп айтайын жай. Ауыр адамдарды көрген кезде, ауыр жарақаттармен көрген кезде, сол кезде шок состояние болдым. Ал жаңағыда медицинада вау дейтін состояниеде укол салғанда ол өте любой медиктарда ең бірінші уколын салған кезде ол өте андай бөлек атмосфера болады да. Жалпы сол. Мамандығыңыздың жаңағындай үлкен рөл атқаратындығын, жауапкершілікпен жасау керектігін сол кезде сіз түсіндіңіз. Түсіндім. Ол кезде түсінген жоқ, еще анау кезде авария болды недавно. Сол аварияда бірінші көмек көрсеткен. Сол кезде түсіндім. Сіздің ойыңызша жақсы дәрігер қандай қасиеттерге ие болу керек? Жақсы дәрігер білімді болу керек ең бастысы. Практика жүзінде, теория жүзінде білімі мықты болған маман иесі болу керек деп ойлаймын. Және де ең бастысы адамгершілігі мол, өз жұмысына ерікті, жаңағы науқастармен қарым қатынасы жақсы тараптарда ұстанғаны жөн деп ойлаймын. Бітті. Ең басты аспект сол. Өзіңіз секілді енді бұйырса студенттер келеді. Бірінші курс студенттеріне медицина саласы бойынша ол кісілерге не айтасыз? Активист болыңдар, ең бастысы. Өздеріңді көрсетіңдер, ұялмаңдар, тоқтамаңдар, әрекет жасаңдар. Мақсаттарым болсын, армандарым болсын ең бастысы. Егер де армандарым болмаса, мақсаттарым болмаса, не страшно, оны табуға да болады. В общем, сабақ жолында оқы және де оқы, ал еңбек жолында еңбек және еңбек түбінде еңбек. Рахмет көп. Осымен біздің подкастымыз аяқталды. Жігітай мырза, сіздің көргенімізге қуаныштымыз. Рахмет. Алдағы уақытта жұмысыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.